Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді болып шығатын, әрі өте тез дайын болатын тауық етінен бефстроганов жасайтын боламыз. Заттарды алдын ала дайындап аламыз, мен описанияда қалдырамын. Енді ең алдымен тауық етін ертеден шығарып, мұздың барлығын ертіп, суын тартылдырып алу керек. Суы тартылған тауығымызды осылай соломка қылып 1 см шамасында турап аламыз. Пиязымызды алып, 2 бөлшекке бөліп, жарты ай пішінде қылып, тағы да турап аламыз. Чеснокты осылай 2 бөлшегін алып қаламыз. 2 үлкендеу бөлшек тілімін алып қалып, қалғандарын осылай майдалап турап дайындап аламыз. Қызып тұрған сковородкамыздың үстіне майды құямыз, сары майымызды тастаймыз, жақсылап ертіп қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен тауықтың етін салып, 2 тілім чеснокты тастап, қуырып аламыз. Ет бізде міндетті түрде осылай суын барлығы тартылып, әдемі болып қуырылу керек, шамала қызарып, сол кезде еттің дәмі өзгеше болады. Сарымсақтарымызды алып тастаймыз. Бұл сарымсақтар тек етке сәл шамала дәм беру үшін қуырылған болатын. Оларды алып тастап, орнына қалған сарымсақтарымызды тастаймыз. Жақсылап араластырып, шамала қуырып алғаннан кейін үстіне пиязымызды тастаймыз. Пиязды араластыра отырып, қызғылт сары түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған пияз етіміздің үстінен 150 мл шамасында су құямыз. Суды алдын ала ұнмен араластырып салсаңыз да болады, мен бірақ ұн қоспадым. Әдетте бефстрогановқа ұн қосады. Ұн қоюлату үшін қажет, маған осылай түрде ұнайды, мен қоспаймын. Қалған суымызды алып, қаймақпен суды, тұзды және қара бұрышымызды араластырып аламыз. Мен осы жерде тәтті бұрышты салуды ұмытып қалдым. Артынан салдым, қостым. Сіз бірден тәтті бұрышты, паприканы қосып, осы сумен бірге қаймақпен, сумен, тұзбен араластырып алсаңыз болады. Мен артынан қостым. Осылай қосып, араластырып, қайнатып, бетін жауып қоямыз. Астын басып, 15-20 минут арасында пісіріп аламыз. Мен осылай гарнирге күрішпен ұсындым. Күрішке осындай форма бердім. Осындай рассыпчатый күріштің рецептісі менің каналымда бар. Осылай кез келген гарнир түрімен ұсынсаңыз болады. Макаронмен, гречкамен, пюремен де өте дәмді болады. Осылай мен укроппен украшать етіп, әсемдеп ұсындым. Сіз өз қалауыңызша сәндеп ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, тез әрі өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.